Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында ерекше пирог жасайтын боламыз. Бұл пирогтың үстіне сүзбеден жасалған өте дәмді болып шығатын кремді құйып тұрып пісіретін боламыз. Қараңыздар, біздің пирогымыз көтеріліп, арасы пісіп, осындай өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сіздер де осы пирогты жасап көріңіздер. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Сосын 170 грамм шекерімізді салып, жұмыртқа мен шекерді ағарғанша миксердің көмегімен миксерлайтын боламыз. Бұл жерде жұмыртқаңыз 3-4 есеге үлкеюі қажет. Мен шамамен 5 минутта миксерді тоқтатпай миксерладым. Осындай аппақ жұмыртқа шықты. Достар, осы пирогтың толық құрамын видеоның астындағы описаниядан таба аласыздар. Қараңыздар, жұмыртқаларыңыз осылай 3-4 есеге үлкейгенге дейін араластырамыз. Сосын келесі кезекте сұйық майдың кезегі. 100 грамм сұйық май қосамыз. Сұйық майдың орнына 100 грамм ерітілген сары май қоссаңыздар да болады. Келесі кезекте 200 грамм сүт қосамыз. Осы сүттің орнына айран қоссаңыздар да болады. 200 грамм, ол өз қалауларыңызда. Сосын венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Ендігі кезекте ұнның кезегі. Мен бұл жерде ұнды 2 бөлікке бөліп барып қосамын. Ұнымыздың бірінші бөлігін електен өткізіп болған соң қопсытқыштың кезегі. Осындай бір пакет қопсытқыштың ішінде 18 грамм болады. Осы 18 грамм қопсытқыштың бәрін қосамыз. Егер үйлеріңізде бұндай пакет қопсытқыш жоқ болса, онда 3 шай қасық толтырып қопсытқыш қосыңыздар. Сосын венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, мен әрдайым пирог пісіретін кезде жұмыртқаны, майды және де сүтті тоңазытқыштан шығарып, бөлме температурасына қойып қоямын. Сонда менің пирогым өте дәмді болып пісіп шығатын болады. Сіздер де осыны жасап көріңіздер. Мінекей мына шетте ұнымыздың екінші жартысында електен өткізіп қосып жатырмын. Міндетті түрде ұнды електен өткізіңіздер, себебі ұнның арасында қоқыстар болуы мүмкін. Ұнымызды қосып болған соң бірінші осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Ары қарай қамырымыз тегіс болу үшін, яғни бір келкі болу үшін миксердің көмегіне жүгінеміз. Осылай 1,5 секундтай миксердің көмегімен қамырымызды араластырып аламыз. Сонда бізде орташа қоюлықтағы бір келкі өте әдемі қоймалжың қамыр шығады. Достар, енді осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қоя беріңіздер. Келесі кезекте осы пирог пісіретін формамызды, осындай сары майымызды алып жағып шығамыз. Егер үйлеріңізде пергамент қағазы бар болса, осы формамыздың үстіне пергамент қағазын төсесеңіздер болады. Немесе осындай майды алып формамыздың барлық шетіне жағып шығыңыздар. Сосын осы қамырымызды алып формамыздың үстіне құйып шығамыз. Достар, сіздер осы видеоны қай қаладан немесе қай елден көріп жатырсыздар, комментарияға жазып қалдырыңыздар. Және де менің осындай рецепт түсірген видеоларым ұнайды ма? Өз пікірлеріңізді комментарияға жазып қалдырыңыздар. Пирогымызды құйып болған соң, келесі кезекте салмамызды дайындайық. Ол үшін бізге керегі шамамен 300 грамм сүзбе, сосын 1 жұмыртқа және де 4 ас қасық қант ұнтағын қосамыз. Бұл жерде қант ұнтағы үйлеріңізде жоқ болса, онда шекер қоса берсеңіздер де болады. Ол өз қалауларыңызда. Сосын осындай блендердің көмегімен жақсылап тұрып сүзбемізді езетін боламыз. Бұл жерде біздің сүзбеміз бір келкі қоюлау келген масса шығу қажет. Мінекей достар, қараңыздар, біздің сүзбеміз осындай крем сияқты, воздушный, өзінің формасын ұстап тұру қажет. Келесі кезекте осы сүзбемізді кондитерлік қорапқа саламыз. Бұндай кондитерлік қорап жоқ болса, онда кәдімгі целлофанға сала берсеңіздер болады. Осы креміміздің бәрін, яғни сүзбеміздің бәрін целлофанымызға салып, осы целлофанның басын кішкене қылып кесеміз. Енді осы кесіп, мына видеодағыдай пирогымыздың үстіне осылай өрнек жасап шығамыз. Бұл жерде өздеріңіздің қалаған өрнектеріңізді жасасаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызда.
Достар, осы менің YouTube каналымда оңай жасалынатын, дәмді болып шығатын печеньелердің, кекстардың және де пирогтардың рецепті бар. Осы видеоны көріп болған соң, сол басқа видеоларымды көріп, комментария жазып және де лайк басып мені қолдап жіберсеңіздер. Мінекей достар, біздің пирогымыз пісуге дайын тұр. Енді бұл пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут аралығында пісіреміз. Бұл пирогты өздеріңіздің пештеріңізге қарай пісіріңіздер. Мысалы, мына менің пирогым 40 минуттың ішінде осындай көтеріліп, өте әдемі болып пісіп шықты. Енді осы пирогымыздың піскенін осындай таяқша арқылы білсек болады. Осы таяқшамыз құрғақ болып шықса, пирогтарымыз пісті деген сөз. Енді осы пирогымызды суытып, сосын дәм татып көре берсеңіздер болады. Достар, осы пирогты кесіп, дәм тататын кезде міндетті түрде шай қайнатыңыздар. Себебі шаймен бірге өте дәмді үйлеседі. Қараңыздар, ортасын кесіп көрсетейін. Пирогымыз көтеріліп, ортасы пісіп, осындай дәмді болып шықты. Сіздер де осы пирогты жасап көріңіздер. Осы пирогты жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздерде де осындай өте әдемі пирог шығатынына күмәнім жоқ. Мына сүзбе қосылған пирогымыз өте жұмсақ, ауызда ерейтіндей болып шыққаны видеодан-ақ көріп тұрған шығарсыздар. Осы пирогты жасап, дастархандарыңызға қойып қойыңыздар. Себебі дастарханның сәнін келтіретініне күмәнім жоқ. Пирогымыз нежный болып шыққан, өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода сіздермен көріскенше.